Рейдтік іс-шара кезінде инспекторлар белгіленген нысандардағы электр сымдарының қауіпсіздігін техникалық нормаларға сәйкес келуін тексерді. Ақаудың болмауына баса назар аударды. Хостел мен жатақхана тұрғындарына мейлінше қолдан жасалған жылытқыштарды пайдаланбауға, тоқ өткізгіш құралдарды зақымданған жағдайда оны өз бетінше жөндемеуге кеңес беріп, дер кезінде жауапты маман мен электрик шақыруды ескертті. Былтырғы жылы республикамыздың аумақтарында осы хостелдерде өрт ошағы болып, адамдар қаза тапқаны белгілі. Сол адамдардың қаза табуына жол бермеу мақсатында, осы өрт қауіпсіздігін түсіндіру мақсатында осы төтенше жағдайлар департаменті қаламыздағы, облысымыздағы барлық хостелдер мен жатақханаларға осындай рейдтік шаралар жүргізіп жатырмыз. Қарау барысында көптеген өрт қауіпсіздігі бұзушылықтар анықталып жатады. Мысалға айта кететін болсақ, мынау қол өрт сөндіргіштер, өрт сөндіру құралдарының толықтау болмауы, және де мынау шығу жолдарының бөгелуі, мына мебельдер мен басқа да осы тұрмыстық қалдықтармен. Сонымен қатар өрт дабыл сигналдарының жұмысы жарақсыз болып табылады. Бақылау жұмысы алдымен Моресов көшесінде орналасқан хостел мен 12-ші шағын аудан бойындағы студенттер жатақханасында жүргізілді. Мұндағы қызметкерлер өрт қауіпсіздігіне қатысты тиісті ережелерді сақтауды паналаушыларға жиі ескертіп, түсіндірме жұмыстарын жүргізетінін айтып берді. Өртке байланысты бұнда қауіпсіздік жағдайлары бәрі сақталған. Өрт қауіпсіздігі үшін огнетушителдер қойылған, жаңа дымоходтарға датчиктер қойылған. Осы студенттердің қауіпсіздігін сақтау үшін барлық жағдайлар бізде жасалған. Біздерде 420 студент қазіргі таңда тұрып жатыр осында. Бәрінің қауіпсіздігі сақтау үшін біздер бүкіл жағдайды жасап отырмыз. 17 огнетушитель бар, 8 этаждың бәрінде жасалып тұр. Рейдтік шара қаладағы 15 хостел мен 40 жатақханада жүргізіліп жатыр. Әзірге тексерілген нысандар белгілі талаптарға сай өрт қаупін тудыратын жағдайлар анықталмады. Нұрболат Қуантайұлы, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.